Егер де сіз бір кәсіп ашқыңыз келіп жүр, үйренгіңіз келіп жүр, біреуден кеңес алғыңыз келеді, оқығыңыз келеді мысалға. Сондай жағдай болса, чем біреуге барып 1 миллион ақша беріп, курс сатып алып, просто қолында мынандай сертификаты бар адамнан оқып үйренгеніңізше, өзінің қандай да бір опыты бар, сертификаты жоқ болса да, бірақ сол бизнесті жасаған, қателескен кезінде сүрінген жері бар адамнан сұраңыз деп сізге ақыл кеңес берер едім да. Бұл біріншісі. Екінші айта кететін жағдай, сізде егер де өзіңіз бір бизнес бастадыңыз, жұмыс жасап жатсыз, бір саудамен айналысып жатсыз дейікші, сондай кезде сіз қателесіп, қарыз болған кезіңізде сол жерден басыңызды алып қашып кетуден абай болыңыз, сақ болыңыз, олай жасамаңыз. Бір көп адамдар кішкентай мынандай нәрсеге сынып қалады да, содан сол жерден тастайды да, ары қарай қашып кетеді. Жұрттың сөзінен қорқады, елдің айтқан күледі маған, елдің бәрі мені сөгеді деп ойлайды да, жасырады. Одан кейін бір қарызға батып жүрген болса, оны жасырады, сонымен тығылып қашып жүру басталады да. Сондай кісілер болса, мен сіздерге осы кеңесті бере кетейін деп отырмын. 2020 жылы мен осы менде азық-түлік дүкені болды қазіргі ауылда. Бірақ бұл жер новостройка, адам аз, сауда аз болды да. Менің 2 балам студент, екеуін оқытуым керек, екеуі де платныйда. Алматыға кетіп барып жұмыс жасауға тура келді маған, сауда жасауға. Алматыда жұмыс жасадым, сауда жасадым, бірінші точканы аштым, жақсы болды саудам. Содан кейін ұлымды екінші точкаға ашып, овощной көкөніспен айналысатынбыз, және ішінде жаңағы банкалар ғой, варенье, салат, сондай заготовкалар, солар сататынбыз, салат. Солай ұлымды екінші точка ашып, ұлымды қойдым. Сол жұмысымыз жақсы жүріп жатты. 21 жылға қараған кезде, 21 жылда 1 жылдан кейін ұлым мен қызымды сабаққа жіберуге тура келді. Басында онлайн оқыды, кейін оқуға шақырды да, екеуін Шымкентке қайтардым, екеуі қайтып кетті. Сосын мен жалғыз өзім қалып қалдым Алматыда. Кейін бір жақын адамнан айырылып қалдым. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін мен 1 ай жаттым, жұмыс істемей. 1 ай үйден шықпай жаттым. Сол кезде не болады? Жұмыс банкрот болды, магазин бәрі тапсырған адамдардың дұрыс жұмыс істеген жоқ, өзің сияқты жұмыс істемейді ғой болса да. Содан кейін мен қарызға батып кеттім. Бірақ сол моментте қашып кеткен жоқпын. Сол жерде қалып, басқа жерге барып, жалданып жұмыс істеп, қарыздарын төлеп, қарыздарымнан құтылып шықтым. Бірақ мен ол жерден өте үлкен сабақ алып шықтым. Бизнесте қалай жүретінін, сауда қалай жүретінін өте үлкен сабақ алып шықтым да. Сол үшін сіздерге кеңес берейін деп отырғаным, қателессеңіз де, қиналсаңыз да, ол жерден қашып кетпеңіз. Таяқ жесеңіз жеңіз, сөз естісеңіз естіңіз, ештеңе етпейді, өмір онымен тоқтап қалмайды. Ары қарай одан да жақсы өмірлеріңіз басталады. Сол үшін сол жерде қалып, соңына дейін көруді кеңес беремін сіздерге. Сау болыңыздар.